салихалы бала, қараңыздар, ядғу лаху, соған дұға жасап тұратын. Бала деген нәрсеге, құрметті жамағат, өте жақсы қараңыздар. Бұл бала сіздің дүниеден озғаннан кейін тамызып тұратын бала ғой ол. Пайғамбарымыз сол үш есіктің біреуісі болып тұр ғой, сол жақтан келіп тамады да ол. Ақыретке де осы бала істейді да сізге. Ол дұға жасағанда, ол ықыласпен жасайды ғой. Ешкім бүйтіп жасай алмайды ғой сізге. Беліңнен шыққан балаң. Соны сол жаққа, салиқалыққа тәрбиелеу керек те оны. Міне, сол дұға жасаған сайын. Өйткені пайғамбарымыз салсам айтады, бір салиқалы құлды Алла тағала жәннатқа кіргізгенде дейді, өте үлкен дәрежеде кіргізіп жібереді дейді. Ол адам біледі дейді, бұл нәрсе лайықты емес екенін. Сонда айтады дейді, я Рабби, Раббым, әнна ли хадихи, Раббым, ұялғаннан, Раббым, мен маған лайықты емес едім ғой, қайдан келген деген кезде Алла тағаланың жауабын қараңыздар. Бистихфари валадика лака. Балаңның саған қайта-қайта кешірім сұрай беру себебімен дейді. Сондықтан бала деген, ол сіздің анау ақыретке дейін. Одан кейін одан күшті бала шықса, ол тоқтамайды. Бұл қияметке дейін тамып тұратын точканы дайында кету керекпіз біз. Анау базардағы точкалар аяқталады. Бірақ қабірде кімнен тамады бізге? Кімнен тамады? Ең лайықты, ең жақсы ол бала, салиқалы бала. Сол салиқалы баланы біз тәрбиелеу керекпіз. Ол салиқалы бала қайдан шығады? Сіз үйде жүресіз, сосын жаңа бір кісі сізге айқайлап тұрады, мысалы, көрші. Сіз айқайламайсыз оған. Сосын балаңыз кейін айтады, әке, ол сізге қатты айқайлады ғой, неге айқайламадыңыз? Раббымнан қорқам. Ол танымайды ғой Раббымды. Мен көріп тұрмын. Бала үйренеді. Раббым, әкетай, анау үйдегі соңғы ет еді ғой, неге бере салдыңыз бағана сұрап келген адамға? Аллах тағала жіберді ғой біздің үйге. Балаға сіңеді осы нәрсе. Содан жаңа салиқалы бала. Түсіндіңіз бе? Ол осылай көреді. Осылай өседі ол. Осылай тірі болады ол. Қоғамдағы тірі бала болады. Тірі. Жамандық жұқтырмайды. Бірақ біреуге жақсылығын жұқтыратын. Осындай бала сізге дұға жасап отырса ертең. Осындай бала артыңыздан жаңа неше түрлі садақаларды, жаңағыдай мысалы, дұғаларды жасап жатқан болса, сізден бақытты адам бар ма? Сізден бай адам бар ма?